الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalomu alaykum, hurmatli shogirdlar. Tuhfat Saniya kitobidan ikkinchi darsimizni жалғастырамыз inshaalloh. Kechagi darsga mana fahuva khayru ma as'a ilayhi degan yerga tағы бір мағына беруге болады. Жалпы сол туралы айтып кетейін. Fahuva khayru, ол ең хайырлысы дейді, нені айтып жатыр? Ридаллахи, яғни Аллах тағаланың разылығы ең хайырлысы. Ма ас'a иlayhi. Бұл жерде екі мағына беруге болады жалпы. Ас'a деген не? Бұл аф'алу бабында тұр, иә. Аф'алу бабында бізде сиғада, сарфта екі жерде келеді. Біріншісі бұл фи'л мудори' мутакаллим муфрадта. Яғни аф'алу, актубу, ансуру, адрибу деген сияқты. Иә? Мен жасап жатырмын деген мағынада, яғни хәл мустақбал мағынасында. Егер осы нәрсемен алатын болсақ, мен тырысып жүрген нәрселердің ең хайырлысы деген мағына шығады. Ал екінші мағынасы не? Ас'a бұл исм тафдилдің муфрад музаккарында келеді. Муфрад музаккарында, яғни аф'алу, аф'алани, аф'алуна, фу'ла, фу'лайни, фу'лаяту ғой, иә. Аф'алу, аф'алани, аф'алуна деген кезде аф'алу бізде муфрад және де музаккар болады. Осы бапта келеді. Олай алатын болсақ, барлық адамдар жалпы туралы айтылып жатқан сияқты болады. Онда бұл тырысатын нәрселердің, немесе жалпы барлық адамдар тырысып жүрген нәрселердің ең хайырлысы деген мағынада шығады. Бұл мысалы афтаху дәл осы бапқа келеді, иә. Фатаха яфтаху. Афтаху дейтін болса, бұл жерде біз бұлдай, яғни не болатын болса не істейміз? Бірдей сиғада келіп қалатын болса, немесе осы сияқты басқа да жаңағыдай бірнеше мағынаны беретін сөздер, харфтер деген сияқты неше түрлі нәрселер бар. Сондай кезде біз жумляға, жалпы контекстке қараймыз. Яғни сиях, сибақ дейді араб тілінде. Не туралы айтып жатыр, қайсы мағына дұрыс келеді, сай келеді деген сияқты. Бірнеше мағына беретін сөздер де бар. Соның қайсы мағынасы дұрыс келіп тұр, соны қолданатын боламыз. Бұл жерде жалпы екеуі де болады жалпы. Екеуінде мағынасы жалпы дұрыс десе болады. Екі мағынада болады. Бірақ маған фахуа хайру ма ас'a илайхи, мен тырысатын нәрселердің ең хайырлысы деген бұл жерде жақсырақ сияқты. Бірақ жалпы екінші мағынасы жалпы адамдар тырысатын нәрсенің ең хайырлысы дегенде бұл мағынада жақсы мағына. Біріншісі наху жағынан, жалпы жумля жағынан, сөз жағынан сол абзалырақ сияқты, ал жалпы мағына жағынан, контекст жағынан екінші мағына абзалырақ сияқты. Екеуі де жалпы мағынаны бұзбайды бірақ. Келесі айтпақшы, мына сарфта бұрын бізге мысалы бірінші курста болған кезде осылай бапта жаттайтынбыз, сосын сиға табу деген ойын сияқты ұстаздар міндеттейтін бізге. Ол не? Мысалы бір сөзді айтасың, соның сиғасын табу керек. Бұл фи'л мади ма, фи'л мудари ма, ең бірінші мысалы қайсысы әмір ма, соны айтасың, исм тафдил ма, фа'ил ма мысалы. Одан кейін жаңағыдай оның муфрад, музаккар, муаннас екенін айтасың, мухатаб, ғайб, фа'ил екенін айтасың мысалы деген сияқты. Солай сиға табу деген болатын. Сіздерге бір сөз жасыра кетейін, жауап беріңіздер осыған. Мәнәннә. Осы сөздің сиғасын тауып көріңіздер. Бірінші не? Бұл қай фи'лдің қай түрі бұл? Исм фа'ил ма, исм маф'ул ма, фи'л мудори ма, мади ма, әмір ма,
соны табасыздар. Одан кейін мухотаб, ғойб, мутакаллим үшеуінің қайсысы, соны табасыздар. Одан кейін музаккар, муаннас, соны табасыздар. Одан кейін муфрад, мусанна, екілік, яғни жама, қайсысы, соны табасыздар. Бұның жауабын міндетті түрде жазып жіберуге тырысыңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз, дәрісті қарап жатқандарыңыз, дәрістен пайда алып жатқандарыңыз деп түсінемін оны. Әйел шәкіртті, әйел ұстазға әйел адамдар, маған жекеме өздеріңіз жаза берсеңіздер болады, ер адамдар. Келесі сөзі мұқаддимат. Бұл мұқаддимат кімдікі? Имам Ибн Ажуррундікі. Бұлай дейді. Ta'rifu ilmin наху. Наху ғылымының анықтамасы, маудууху, оның тақырыбы, табаратуху, жемісі, пайдасы, яғни нисбатуху, ол кімге телінеді, телінуі, вадиуху, оны құрастырған, жасаған адамдар, хукму шариъ фихи. Осы оқып жатқан пәніміздегі осы бағыттағы наху ғылымының, яғни шариғат қоюшының үкімі оған берген. Шариғат қоюшы деген кім? Аллаху субханаху ва тағала. Жалпы Мабадиул Ашар деген сіздерге дәріс жіберген болатынмын. Мабадиул Ашар ол не, қандай несі бар деген сияқты ол туралы жазылған өлең бар. Соның ішінде оны да оқыған болуым керек сіздерге. Соны қарап шықсаңыздар, осы Мабадиул Ашар оның негізгі ереже дейміз бе, оның негізгі кіріспе дейміз бе, соның не екендігін жалпы түсініп шығатын боласыздар. Ал мына жерде оны қосымша пайда ретінде жіберемін сіздерге. Ал мына жерде осының өзін оқып шығатын боламыз жалпы. Негізі ол дәрісті мына дәрістен бұрын қарап шықсаңыздар жақсы. Ат-ta'риф, анықтама, аррафа юаррифу ta'рифун. كلمة النحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان. نحو сөзі араб тілінде бірнеше мағыналарға қолданылады дейді. Бірнеше мағыналарға. Мысалы, олардан бірі минха, мин иддати маанин, яғни олардан бірі әл-джихату, бағыт, бағдар деген мағынада. Тақулу, сен мысалы былай айтасың дейді. Захабту нахва фуланин, бәленше жаққа бардым. Бәленшенің бағытына, жағына бардым. Ай джихатаху деген сөз, яғни соның бағытына бардым. Ва минха, және одан тағы біреуі, сол бірнеше мағынаның біреуі тағы да әшшибху уәл мифлу. Бұл не деген сөз? Ұқсау, сияқты деген сияқты мағыналарды қамтитын сөз. Тақулу, сен былай айтасың дейді. Мысалы, Мухаммадун наху алиин, Мухаммад али сияқты. Ай шибхуху ва мифлуху. Мифлуху, яғни сол сияқты, ол али сияқты деген сөз. Қараңыздар, сіздерге бір ереже түсіндіріп кетейін. Бұл маңызды себебі. Мухаммад бізде мубтада, наху алиин хабар, мудаф илейх хабар. Енді қараңыздар, осы мубтада хабарда бірінші не аударылады? Мубтада аударылады. Одан кейін не аударылады? Наху алиин, али сияқты. Хабар аударылады. Хабар аударғанда бірінші қайсысы аударылады? Бірінші мудаф, то есть хабар неден құралып тұр бізде? Мудаф илейх болып тұр, Мудаф илейхтен қайсысы аударылады? Бірінші али, мудаф илейх аударылады. Екінші қайсысы аударылады? Мудаф аударылады. Жалпы осындай нәрселерді біліп жүріңіздер. Басқадан жалпы ережелер бар. Оларды сосын алда айта жатармын иншалла. Егер айтуды ұмытып кетіп жатсам, сұрарсыздар. Мысалдар келген кезде сағатына түсіндіріп отырамын. Негізгі ережелер бар осы. Сосын екіншісі бұның маусуф сифатта бірінші сипат аударылады, екінші маусуф аударылады, Осы жерде мубтада хабарды егер осы жерде міне бірінші мубтадан емес хабарды аударатын болсаңыз, бұл маусуф сифат сияқты аударылып қалады. И бұл адамды шатастырады. Бұл қате болады сосын. Бір адамға мысалы айтып отыратын болсаңыз, осы аудармасын шатастырып айтсаңыз, бірінші хабарды, одан кейін мубтадан аударатын болсаңыз, ол адам бұны маусуф сифат деп ойлайды.
Али сияқты Мұхаммед, немесе алма қызылдың орнына қызыл алма дейтін болсаңыз, алма мубтада, бізде қызыл хабар түрделігі, соны қызыл алма дейтін болсаңыз, қандай алма? Қызыл алма деген сияқты маусул сифат ретінде бұл аударылып тұрды. Маусул сифатта бірінші нені аударамыз дедік? Бірінші сифат, екінші маусуф. Ал мубтада хабарда бірінші мубтада, содан кейін барып екінші барып хабар. Осы нәрсені шатастырмаңыздар. Екеуінің қате аударатын болсаңыз, мубтаданы егер екінші аударатын болсаңыз, бұл маусул сифат болып кетеді. Дәл сол сияқты маусул сифатта сифатты бірінші аударатын болсаңыз, ол мубтада болып кетеді. Мағынасында, яғни. Мубтада хабардағы негізгі ереже осы. Ал фиал фаилда жалпы бірінші не аударады? Мысалы айтайық, жаа зайдун илал байти собахан дедіңіз мысалы, Бұнда бізде бірінші аударатын нәрсе, жазып алыңыз, бірінші әдетте өзінен аударамыз фаил, екінші не? Мафулдер, үшінші не? Мутааллиқтер, илал байт. Жаа зайдун илал байти, мутааллиқ, илал байт. Собахан мафулун бих болмаса да, жалпы мафулдердің ішіне кіреді. Мафулун фи зорф заман болады, Төртінші не? Осы барлығы фаил, мутааллиқ, мафулдер барлығы біткеннен кейін барып фиал келеді. Фаил бірінші, фиал соңында, ортасында мафулдер, одан кейін мутааллиқтер. Өшім айтқанда. Негізгі ереже осы. Осы ережені жаттап алсаңыздар, аудару сіздерге көп жерде оңай болады. Осы ережемен жаа зайдун илал байти собахан деген аударып көрсек, зайд фаилия, мафул таңда, зайд таңда, үйге, мутааллиқ келді, фиал. Көрдіңіздер ме? Аударудағы жалпы алтын ережелердің бірі осы. Ал жалпы кітап аударған кезде негізі кеше айттық қой, аркандар ғана ең маңызды да, бірінші. Қалғандардың кішкене бұлай өзіміздің тілге икемдеп аудара берсе болады. Ал аркандар, яғни муснат, муснад илей, фиал, фаил, мубтада, хабар, осы екеуі өзгермеу керек. Бұлар нақты дұрыс жеткізілуі керек. Бұл сіздерге аудармада көмектесетін нәрсе. Аударма дегенде бұл жердегі мақсат етіп жатқанымыз кітап аудармасында. Тема рема дейді бұны. Мубтада хабар, фиал фаилге байланысты айтқанымды айтып жатып жаңағы. Оның алдындағы жалпы аударуға байланысты. Енді бізге бірінші әл-мауду' وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. موضوع العلم біз бір нәрсе істеп кеттік, бәсе. Енді бұлай дейді бізге. النحو في اصطلاحي. Истилахтағы наху. Яғни нахудың терминдік мағынасы. Біз бірінші нахудың сөздік мағынасына оқыдық, енді терминдік мағынасы. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء. Ғалымдардың терминінде наху сөзі қолданылады дейді. Қалай қолданылады? Мына нәрсеге қолданылады дейді. Әл-илму bil-қауаид. Шейх Ахмад Тиджани бұлын айтады, заида дейді. Бәні заида дейді. Отырған бә бар ғой. Соны заид дейді. Заида деген не деген сөз? Аударылмайды бұл. Яғни артық келіп тұрған нәрсе. Заид деген артық деген сөз ғой өзі. Сөзде жаңағыдай иғрабта өзінің кейінгені кәсіре қалып тұрған болмаса, мағынаға бір несі жоқ, байланысы жоқ, мағынаға бір қатты әсері жоқ. Енді қағидалар туралы білу дейді, қағидалар туралы білу, қағидалар туралы білім. Әл-қауаид,
қағидалар. Қағида дегеніміз не? Бұл қағида дегеніміз жалпы қат'i, яғни 100% дәлелдермен бекітілетін нәрселер. Осындай 100% дәлелдермен бекітілген ережелерді білу дейді, яғни. Әлләти ю'рафу биха ахкамул калимат. Сол қағидалар арқылы сөздердің үкімдері білінетін қағидаларды білу дейді. Бұл ахкамул калимат дегеніміз не дейтін болсақ, жалпы айтады, бұл жерде ауахир деген сөз шамасы түсіп қалған болар дейді. Түсіп қалған болар дейді. Ал жалпы ең әдемі қолданылуына келетін болсақ, ахуалу ауахир калимат десе болады. Яғни сөздердің соңдарының хәлдері. Марфу, мансуб, мәжрур, мәжзум, қандай соңы? Соған байланысты деп айтып жатыр. Соның үкімдері. Яғни ахкамул калимат деген кезде осыны түсінеміз. Яғни сөздердің үкімі деген кезде роф, мансуб, мәжзум дегендерді түсінеміз. Әл-калимати, қай тілдегі сөздер енді бұл? Арабияти, араб тілдегі сөздер, басқа тілдегі сөздер емес. Қандай халде, қандай жағдайда тұрған кезде олардың осындай үкімдер алады, енді соны түсіндіреді. Фи хали таркибиха, тәркиб халінде тұрған кезде. Тәркиб деген жалпы бізде тәркиб дегеннің жалпы негізі бірнеше түрі бар. Сол туралы қысқаша тоқтала кетейік. Ең бірінші, мысалы, иснади дейді. Иснади дегеніміз не? Бұл муснад, муснадилей. Біз айтқан жаңа мубтада хабар, фи'л, фа'ил деген сөз. Мысалы, азайду деген сияқты, Екіншісі тәркиб мазджи деген бар. Мазджи деген бар, ол хадро маут, мысалы. Хадро маут бірге жазылады барлығы. Бұлар не? Бір сөздердің қосындысы. Екі сөз бір сөз болып кетуі, яғни. Үшіншісі идофи, яғни мудоф, мудофун илейхи. Мысалы, Абдуллах, Абдуллах. Китабу Мухаммадин. Енді бұл жерде бізге нахуда тәркиб дегенде қайсысы керек дейтін болсақ, бізге иснади керек. Яғни кәдімгі жүмлә, қысқаша айтқан кезде, жүмлә болып тұрған кезінде, Жаа Мухаммадун илал байти сабахан ва хуа ракибун деген сияқты. Сондай толық жалпы мубтада хабары, фи'л, фа'илі бар жүмлә болып саналатын нәрсе бізге керек. Осы тәркиб деген кезде мақсат ететіні. Мәбдәун нахуда жүмлә деген не екендігін айтады ғой. Ол жүмлә қандай болу керек дейді? Ең азы әдетте екі сөзден болу керек дейді. Екі сөзден болу керек, және де ол тыңдаушыға белгілі бір мағынаны жеткізуі керек, чтобы ол одан кейін қайттан сұрамайтындай. Мысалы, мен үйге ертең келемін дейтін болсақ, ол адамға нақты ақпарат барды ма? Барды. Бұның жалпы толығырақ мәбдәун нахуден оқымағандар болса, сол мәбдәун наху дәрісі де берілді ғой сіздерге. Осы Тухфатус сания дәрісін оқымастан бұрын соны алға қарай жылжытып оқи беріңіздер. Ал Тухфатус сания менімен бірге оқи бересіздер. Күніне 2 дәріс, 3 дәріс деген сияқты алып, мәбдәун нахуден. Сол жерде барлығын нақты түсіндірген болатынбыз. Сондай жүмлә болу керек бұл жерде. Тәркиб халінде дейді. Және минали i'раб вал бина. I'раб және бина жағынан дейді. Сөздердің үкімдері i'раб және бина жағынан дейді. I'раб дегеніміз не? Бұл тәнвинді кәсіраны қабылдайтын сөздер, яғни өзгеретін сөздер. Жеке-жеке тоқталамыз. Бина деген не? Мәбни деп айтады, яғни бір ғана харекетті алатын, мысалы. Бір ғана харекетті алады, сонымен қатып тұра береді. I'раб дегеніміз өзгереді, бана не? Тәнвин фатха алады деп, кәсір алады деп шатысып айтып жатырмын. I'раб деген өзгере береді. Роф, мансуб, мәжзум барлығын ала береді. Ал бина деген не? Басқасын қабылдамайтын нелер. Тек қана бір харекетке қатып қалады.
وما يتبع ذلك дегенде бізде былай деп түсіндіреді. أي من مسائل التنكير والتعريف ونحو ذلك дейді. Мына жерде қарасаңыздар, иә. Яғни осыдан басқа накира, мәрифа болу сияқты мәселелер дейді. Бұған ерген нәрселер, وما يتبع ذلك деп тұр ғой, яғни бұған ерген нәрселер деп тұр ғой. Еуроп және де бинадан басқа осындайда тақырыптарды қамтиды дейді. Яғни бізге айтып жатқан сол. Маудуа, енді маудуа дейтін болсақ, бұның яғни тақырыбы, иә. Маудуа бұның маудуа илми нахви, наху илмінің маудуы әл-калиматул арабияту, араб сөздері, иә. Араб тілі сөздері. Қандай бағытта? Min jihаtil бахси ан ахвалихил мазкурати, айтылған халдері туралы зерттеу бағытынан. Яғни фи халати таркиб деген сөз ғой. Min jihаtil бахси фи халати таркиб, яғни таркиб тұрғысындағы оның бір жүмлаға кіргендегі, яғни ол сөздің мансуб, мәжрур, мәжзум сияқты өзінің иғраптарын алуы бағытынан араб тілінің сөздерін зерттеу, былайша айтқанда. وثمرة تعلم علم النحو, наху келесі бізде жемісі, пайдасы, иә. Наху ілімін үйренудің пайдасы. Әл-ихтиразу, сақтану, иә, анил хата, қателіктен. Фил каламил арабии, араб кәләмінде, араб сөйлемінде қатеден сақтану. Ва фахмул Құр'анил карим, және де Құран кәрімді түсіну. Вал хадифи набауи, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін түсіну. Әлләзайни, осы екеуі дейді. Құран кәріммен пайғамбар хадисте айтып жатыр. Хума аслу шариатил исламияти, ислам шариғатының асылы, негізі болған осы екеуін негізі болған пайғамбар хадисі және де Құран кәрімді түсіну дейді. Яғни уалейхима мадаруха, мадар дегенне жалпы айналу, иә, дөңгеленетін жер деген сөз. Исім мәкән болып саналады бұл. Енді бұл мадару ха дегендегі ха қайда айтып жатыр? Аш-шариатул исламияға, шариғат, ислам шариғатының айналатын жері осы екеуі дейді. Яғни үкімнің барлығы осы Құран сүннеттен шығады, иә. Шариғат, ислам шариғаты барлығы осы хадис пен Құраннан алынады. Соны айтып жатыр. Бұлардың айналатын жері сол деп. Нисбатуху, ниспа дегеніміз не? Бұл ілім кімге телінеді? Не нәрсеге телінеді? Бұл ілім وهو من علوم العربية, араб тілі ғылымдарынан дейді бұл. Яғни араб тілі ғылымдарына телінеді. Араб тілінде бізде не бар? Жалпы ғылымдарында сарф бар, наху бар, балаға бар, уада ілімі бар, мысалы, иә. Көптеген негізінде ілімдер бар. Солардың бірі болды. Уади'уху, бұны құрастырған ең алғашқы іргетасын, фундаментін қалаған кім? Вал машхуру анна аувала вади'ин ли-илми нахви, наху ілімінің құрастырушы, қоюшы, ең әуелгі танымал адам ол Әбул Асвад ад-Дуали. Бұны жаттап алыңыздар. Бұл кімнің әмірімен жасаған? Әмри әмирил муъминин Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхума. Мүміндердің әмірі Али радиаллаху анхудың әмірімен жасаған. Бұл, яғни Али радиаллаху анхудың шәкірті, табиғин, иә. Араб тілін ілім ретінде қалыптастырушы, демек Әбул Асвад ад-Дуали деген сөз. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис келеді, алейкум би суннати ва суннати хулафаир рашидин дейді. Сендер менің сүннетіме және осы 4 халифа бар ғой, әлі халифалар, солардың сүннетіне бекем болыңдар дейді.
бекен болыңдар дейді. Бұл осыдан кейбір ғалымдар шығып, бұл наху ілімін үйренуде бір халифалардан қалған сүннет дейді. Яғни нахумен айналысу адамға сүннет болып табылады деген пікірді айтады кейбір ғалымдар. Енді ең маңызды бөлікке келдік. Хукму шари'i фихи. Наху ілімі туралы Аллах тағаланың үкімі. Фихи үкімі яғни. Ва тааллумуху фардун мин фурудил кифаяти. Наху ілімін үйрену кифая парыздардан бірі дейді. Кифая парыз дегеніміз не? Бір адам жасайтын болса, сол маңдағы, сол өлкедегі, сол елді мекендегі адамдардың басқасының мойнынан түседі. Парыз айын емес яғни. Парыз айын дегеніміз жеке адамның өзінің басына парыз болу. Мысалы намаз. Бір елді мекенде намазды адам оқитын болса, ол басқасының мойнынан түспейді. Ол парыз айын, жеке адамның өзіне міндеттілігі нәрсе болады. Ва руббама таайяна фасара фарду айнин. Және де кейде тағайындалады дейді, тағайындалады. Сөйтіп парыз айынға айналады дейді. Парыз айын дегеніміз не? Жаңа айтып өттік, яғни бір адамға жекелей міндет болады. Мысалы адам ислам ілімдерін үйренем, діни ілім алам, діни ілім оқимын деп осы медресеге, универге түсетін болса, ол адам араб тілін үйреніп, осы дінді үйренем дейтін болса, онда ол адамға бұл нәрсе парыз айын болады. Парыз айын болады, Егер де адам бұл нәрсеге бейжай қарап, лақтырып тастайтын болса, маған разговорың жетеді деген сияқты. Немесе жаңағыдай сабақ оқымай жүретін болса, бұл неге алып барады? Бұл адамды күнәға алып барады. Сен парыз айыныңды тәрк етіп жатсың деген сөз. Бізге медреседе ұстаздарымыз айтатын. Сен егер осынша қаншама жағдайдың барлығы бола тұра оқымай жүретін болсаң, онда бұл медреседің ішкен тамағың, жеген тамағың, жатқан жерің барлығы саған харам болады деп. Барлығы саған харам болады деп айтады. Сол сияқты адам егерде ол мемлекеттік оқу болсын, Нұр Мубарак медресе болсын, жеке медресе болсын, мешіттердегі не болсын, бір қайырымдылық қорлары сияқты ашылған Құран жаттау жерлері болсын, қай-қайсысы болмасын. Адам кіріп алып, бірақ ояқта өзінің ойына келгенін жасап жүретін болса, адам өзіне міндеттелген осындай фарыз айын болған нәрселерді оқымайтын болса, онда ол адам күнә алып жүр. Қазір біреулер блогерлікпен айналысып кетеді, балалар, қыздардың ішінде де ондайы бар. Не жаңағыдай мүлдем пайдасы жоқ бір ойындар, бояну, сылану, білмеймін әйтеуір. Сонда неше түрлі нәрсемен айналысып кетеді адамдар. Егер сенің парыз айының орындалмай, сондай неше түрлі нәрсемен айналысып жүретін болсаң, бұл двойной күнә. Сен парыз айыныңды тастадың, бұл бір. Екіншісі, көбіне ондай нәрселер не болады, шариғатқа қайшы болады. Ол жағынан екінші күнә алып жатсың. Двойной күнә алып жатсың деген сөз. Сондықтан бұл ілімдерге мұқият қарау керек. Кейбіреулер жаңағыдай разговордың жеткілікті деп те бұны үйренбейміз, керек емес дейді. Жоқ. Мынадай нәрсе бар. Сарф пен нахуда адамға міндет болады толибул айлымға. Қараңыздар, жай араб тілін үйренушіге емес, толибул айлымға. Осы діни ілімді талап етуші адамға. Қазір жаңағыдай разговорны үйрететін адамдар кейбіреулер айтады да, мүлдем осы сарф пен нахуды шығарып тастайды да. Бұл сендерге керек емес, негізгі жалпы тәсіл, бізде тілді үйренудегі тәсіл не ол? Ол разговорный, қолданыстағы нәрселерді үйрену деген сияқты, Бірақ бұл үлкен қателік. Неге? Себебі жалпы кез келген түрде мынаған келісіп алайық, разговорныймен үйрену жеңіл, және де кез келген тілде солай үйренеміз. Бір тілді разговорный түрде сөйлесу бағытынан практиковать ету, ол саған сол тілді жылдам меңгеруге көмектеседі. Бірақ ол қандай деңгейде? Ол тек саған күнделікті өміріңдегі және де жалпы жеңіл нәрселерді оқуға ғана көмектеседі.
және де кейбір тілдердің өзінің құрылымы осындай. Мысалы ағылшын тілі, түрік тілі, сен оның ережесін керім жатқа білуің саған қажетті жоқ. Сен сол араб тілін, ағылшын тілінен жаттаған сөздіктерін сөйлеп үйренгенің деген сияқты сол нәрселермен сөйлесіп кітаптарын түсіне бересің. Бірақ араб тілі ондай емес. Араб тілінде бірақ сондай да жаңағыдай, яғни тек қана шари кітаптарды оқымай, просто тек өзіңе сөйлесуге, анау жеңіл кітаптарды оқуға дейтін болсаң, тамам, ол жарайды саған. Бірақ ол толибул илмнің ісі емес. Егер шари ілімдерді алам дейтін адам болса, ол адамның сарф, нахуды бәрібір оқуы керек. Онсыз адам ілгері жылжи алмайды. Сен тәфсірді оқысаң да, мантықты оқысаң да, қай нәрсені оқысаң да, оның ішінде даже бір әріптің мағынасы арқылы мағына өзгеріп кетеді. Бір әріптің, мысалы, бә әрпінің мысалы қанша мағынасы бар. Сол бірнеше мағынасының ішінен сен егер қате мағынаны таңдайтын болсаң, ол жерде мағына өзгеріп кетеді. Мысалы, басқа мәсіқтату әмсаху би руусикум дейді аятта, бастарыңа мәсіқтатын дейді. Осы жерде би руусикум, бастарыңа дегенде, руус деген бастар ғой енді, би харф жарымен келгенде. Осы би харф жарынан төрт түрлі үкім шығарады. Мысалы, біреулер толық не тарту керек дейді, біреулер бір ләміс болса құттай ғана тисе болды дейді, біреулер жартысын дейді, мысалы, деген сияқты. Төрттен бірін дейді, мысалы. Мазхабтар әртүрлі үкім шығарғанда, әрқайсысының өзінің дәлелі бар. Әрқайсысы бәнің әртүрлі мағынасын алады, плюс жаңағыдай хадиснелерден қосымша дәлелдер келтіреді өзінікіне деген сияқты ғой. Көріп тұрсыздар ма, нахудың қандай жалпы терең маңызды екендігін. Ертең тәфсірде де наху, сарф, балаға дегендердің барлығы келетін болады адамға. Усульде де мысалы бір әріп үшін сен бір мәселеде тартысасың да. Сондықтан терең меңгерем шариғатты деген адам міндетті түрде бұны оқу керек. Тағы мәселе бар. Мына ағылшын тілінің өзінде де мысалы, егер түрік тілінде де жалпы академиялық деңгейде оқитын болсаң, G2 сияқты мысалы, C2 сияқты. Ол жерде де саған терең үйретеді грамматиканы барлығын. Араб тілінде де сондай мысалы. Сен терең классикалық кітаптарды түсінген келсе, саған сарф, наху керек бәрібір. Бәрібір керек. Разговорныймен ол жерден шыға алмайсың. Ондай қаншама жігіттер болды. Разговорныйдан шашып тұрады, бірақ әбден неге келген кезде, шари кітаптарды оқуға келген кезде оқи алмайды, түсіне алмайды. Сондықтан екеуінің разницасы бар. Екеуін үйрену керек сондықтан. Андай болмау керек, тек қана разговорный жетеді, немесе тек қана не жетеді деп, екеуі де үйренілу керек. Тағы мәселе, бұл қайсысын бірінші бастаған дұрыс дейтін болса, әрине разговорныймен бірінші жеңіл бастап кіріп алған қазіргі уақыттағы кімдерге жақсы? Адамдарға жақсы. Неге? Себебі адамдар қазір бұрынғыдай емес, медреседе емес, Нұр-Мүбаракта немесе жалпы былай өзі үйренеді. Сондықтан оларды қатты қинап жіберетін болсаң, олар сынып қалуы мүмкін, немесе олардың жалпы оқығысы келмей қалуы мүмкін. Адамдардың әлі мақсаты дұрыс емес, бірінші курста тем более. Сондықтан олар бұның маңызын түсінбей сынып қалуы мүмкін болғандықтан разговорныймен бастап бір жаңағыдай жеңілдетіп осы тілге бір бастатып үйретіп алған дұрыс. Кейіннен жаймен уже сарфта мәбдәл немесе жаңағыдай разговорный, словажнийдің кітаптары, плюс жаңағыдай наху деген сияқты уже қосыла бергені абзал болады. Грамматикадан да бастауға боламын, болады, бірақ бұл қиын жол. Бірден айтамыз, оны медреседегідей жаңағыдай телефонсыз өзінің ілімге арнап, сол қаншама уақытын жоятын адамдар болмаса, бұлай адамдардың бұл нәрсені меңгеріп, оған сабыр сақтап шығу ол қиын нәрсе. Біз мысалы әмсила сияқты Насыроның өзін, бір баптың өзін, мысалы қаншаға таспихқа салып, таспихқа салатынбыз да, мысалы 500 рет, 800 рет, 1000 рет деген сияқты саған жаттап қайталауға беретін да. Бір әмсила кітабының мысалы адамдар қанша уақыт өтіп жүр? Қазіргі уақытта бір ай әмсила өтеді ғой. Бізге сондай әмсиланың мысалы бүкіл баптарын беретін да, неше түрлі баптарын. Оның сахих бар, мудуаф бар, мультави бар, соның барлығынан біз бірнешеуін салып шығатын боламыз. Қазір сіздерге бір не жіберемін. Соның ішінен қарайсыңдар, соның ішіндегі баптардың мысалы
үлгергенімізше көбін салып шығатынбыз. Сондықтан бұл жалпы қиындау жол, және де кейін разговорныйға үйрену үшін адамға біраз еңбек керек болады. Себебі грамматикаға қатты кіріп кетсе адам грамматикамен қарап тұрса бүкіл нәрсені уже сөйлеп бастау қиындау болады да адамға. Бірақ жалпы барлығы болатын нәрсе. Грамматика үйренгендер бір жақсысы, бірақ басында сөйлеуге қиналуы мүмкін, бірақ бір үйреніп кетсе қатесіз сөйлейтін болады да. Ал тек қана разговорныйға үйренген адамдарда көбіне қате көп болады. Келесі бізде иншалла әл-кәләм деген тақырыпты өтетін боламыз. Аллах тағала баршамызға пайдалы, хайырлы ілім нәсіп етсін. Барынша мәселелерді түсіндіруге тырыстым. Кітаптағы мәселеден бөлек жалпы системадағы тәсілдегі мәселелерді. Иншалла Аллах тағала баршамызға амал етуімізді нәсіп етсін. Алхамдулиллахи роббил аламин.